болып тұратын ауылдың атынан осындағы ақсақалдар кеңесінің төрағасы бар, Өмірзақ дейтін ағамыз бар, соғысы бір тілегін айтып жіберсін. Ел көзімізде ғой. Мынау өшкеніміз кетіп өлгеніміз тіріліп отыр. Мынау өлген әруақтың оты жанып отыр. Халық исініп отыр. Бұрын көбі бұны ол ишанның кім болғаны, кім екенін білмейді. Ал енді міне естіп жатыр, оның естіген кереметтерін көріп жатыр. Ал енді семейдің біреу кешегі уақытта осы үкіметтің жағына мойынсұнған. Ал мен де бүгінде сенетін болдым. Оны біреулер айтады, міне яқтан өлім жақында қалсын сендің ғой дейді. Жоқ, олай емес, бүгінде шын сендім. Ал яққа барғанда мен пісіріп жесін, мында дұрыс болуымыз керек. Ал құрметті ағайын араға сөз беріп кетіп мына кетіп жатыр. Бәріне де ассалаумағалейкум сәлем бердім. Ал осы ишанның әруағы бәрінде жеге бішелесін. Бұл деген біздің қолымызға өмірде түспейтін нәрсе. Ал мен осы ауылдағы жаңа аман болған ана ақсақалдан кейінгі үлкенін осы ауылдым. Ал сырттан келіп жатқандарды бар шығар мүмкін. Мен де 80-ді қусырып жатырмын. Ал енді көргенімде, естігенімде көп. Сосын енді көп естіген ұмыта да бермейтін де қасиетім бар. Бірақ осы түнгі уақытта мен де мән бергенім жоқ. Ашын ойыншық қой деп. Ал жоқ, оның шындығына қазір көзіміз жетіп келатыр. Аяғын көргенім жоқта бер жағындағы мына әулиелердің естен қойғанын естік. Енді мына айтайын деген бұл өмірде болмайды деп ойлайтын едім. Мен мына үкімет кетті, осы менен біздің қазақтың көп параға бір ұсақтарын шашып берсең көрінбейді ғой. Енді қазақ соныменен сөзінде бәленде айырылды. Мына қазақша оқудың керегі жоқ. Бұл тек хат жазған болмаса бірімізге қажет жоқ. Ертең орысша оқып жүретін едім. Ал олай емес. Bir günde Garbaçov geldi, Jaltırbas ağlarsa tastan soğusu tımsız. Mene bulmaydı dedim, bulmaydı. İkinci Khrushchev degen böyle çıktı. Khrushchev gelip bizi bәрінен tındırdı, bәрінен жоydu. Maldı kurtturdu ayağında, mal sizden gün göremiz dedi. Al mına Khrushchev olmakta biz, Khrushchev tüyötünde Almatı'da bir kurslu okuda жатыр едік. Tüpte bizge ayağında ağından beririz bey, karandan beririz dedi. Burnағы қаранан жемеген, мына үкіметтің дәуірінде коммунистің. Енді қаранан жемедік, жүрегімізге тамақ шалмадық. Сонан доғдырға барып, диет алатын болып қағаздан ішіп едік. Мына Khrushchev кетті. Әли маңдайың сындырам енді осылай телефонын құртса. Бізді құрт дегенде осылай құрдық қой деп жүрек. Бір күні ертеңгісін тұрсақ, алдымыздағы жатақханамыздың алдындағы орыстар ненің ішінде, каналдың ішінде арақ ішіп отыр. Біз естігеніміз жоқ, шынын айтайық. А біле сендер, бүгін праздник дейді, не праздник? Khrushchev бүгін шығып қалды дейді. Мына қара, міне сонда болмайды деген ештеңе жоқ, болады. Biz bundan da жақсы боламыз, bundan da болады. Міне діннен айырылық енді болмайды, жоқ болды деп, міне дін шықты. Ал енді осы дінді құрметтеуіміз керек, дін шықты, рұқсат бергесін мінекей өлгеніне әруағымызды тірілтіп жатырмыз. Жаңағы айтылып жатқандардың бәрі дұрыс. Мына ишанның бір кереметін мен айтайын сендерге естіген. Ал оны көбі нанбайды. Мына ишан мына мешіт деген жерде Төбеғыз деген жерде мешіт бар. Маған үлкендердің айтты осы, Ескендір деген ақсақалдың айтқаны қазір көріп кетті. О да көп әңгіме айтады. Сол ишан бесін намазын оқып тұрып, көріп, намаздан кейін мынау ана бір жердегі ана қорымның арт жағындағы жатқан жас кәбір жағада қойылған бір жас жігіт екен, өлген жас жігіт. Ал сол жас жігіттің шешесі қайда депті. Шешесі бар бәлен жерде депті. Мына жас жігіт депті. Шешесі қарғап, ақ сүтімді кешпеймін деген екен депті. Енді ана 3 күн болды бүгін жата алмай жатыр. Ана өлкеше өлген жас жігіт депті. Шешесінен барып, кешірім алып келдім дейді. Ақ сүтімді кеш деген кешірім екен. Сосын барай қойған депті. Сонан шешесіне жіберген. Шешесі барғасы одан көп көтеген жоқ, кешпеймін деп қайырып жіберді. Ал сонан екі қайтара жібергенде кешпеймін, үшіншіде ишанның өзі алдырып өзі барды.
кеш болмайды деді. Ол мұсылманға жатпайды. Кешпесең көзіңді оңбайсың деп. Сонан шешесі кешірім беріп, ақсұмды кештім деп Ишанға да өйдасын беріп. Сонан Ишан жаңағы өзінің жан-жағында адамдармен келіп оқып, жаңағыны қайта тыныштандырған екен дейді. Бұл Ишанның айлығы айтып өтсе кереметі көп. Ал оның бәрін айтуға уақыты маған тығыздап отыр ғой. Сонда ал енді мына жастарға бәріне де айтатым, ата-анаңды ренжітті. Әуелі Құдай десең, екінші ата-анаң. Ал сонда ана шешесінің ақсытын кешпейміз деген үшін ана көрде кеш жата алмаған. Ал осыған сенеді, міне осыған маған ауыз айтты мінекі жаңа Іскендір Ақсақал. Бұл Ишанның кереметі осындай. Ал енді мына дін жөніндегі келетін болсақ, бұған осы Ишанды бірінші қолға алып, жазып, көтерген мәселенің ойшығы рахмет. Атаның әруағы соған жары болсын. Екінші оған... Тағы да реклама кіріп кетті. Екінші оған жәрдемдескен мына ауылдың бастығы Аманға да рахмет міне. Ол айтқанменен болмайды ғой. Ал қарақсы балдарына түгелдей рахмет. Бұл мына Ишан деген Құдай, Ишанның мешіті деген мына Құдайдың үйі. Құдайдың үйі болғасын, Құдай біреу бәрімізге бірдей. Тек қана бұл қарақсының мешіті демеңдер. Осындағы бүкіл халық мұсылманның мешіті ол. Халықтың мешіті. Бәрімізге бірдей. Ал осы айтып түсіңдер. Екінші айтатым. Мына дінге осы ауылда рұқсат бергеннен кейін бейімделіп келетін жігіттер бар. Мысалы осының ішінде ең тәуір, қазір 7 атым жақсы оқып қалыпты. Біздің мына Нұрғали деген бар. Дұрыс, міне кеуді таза. Сосын мына кім бар әлгі? Сенің балаң кім еді? Алатын қалдың ғой. Әлібек бар. Міне осы екеуі өте бейімделіп келеді. Ал енді кеуілдері таза болу керек. Құр дінді бер жағынан судыратып, орысша ұқсап айтып, ар жағын бүкіп тұрса, оның қажеттігі жоқ. Ал енді дінге таза берілу керек. Сосын бір қатар біздің жігіттер, осындағы жасы 60-тан асқандары бар, 60-қа дейінгілері бар. Отырғанда Құран оқуды білмейді. Ал шұғалда бір алхам дегенде бәрі үйренуге болмай ма? Болады. Ал бәрі де осы Құранға бейімделіңдер. Сендер халық болып бейімделмесең, ол дін орнына келмейді. Міне халық болыңдар. Ал енді сосын тағы бір қатар жігіттер бар, Құран оқып атқанды мысқылдап отырады, өзі ештеңе білмейді. Жоқ, ол дұрыс емес, ол дұрыс емес. Ол қазақ пен өзбек тілі екеуі екі түрлі, бірақ мағынасы бір ғой. Ол дұрыс айтсын оқып атқанын. Дұрыс айтпаса, ол арабтың тілі бәрі де дұрыс айта алмайды. Құранда өтірік айтпайтын болса, олардың бір Құдайдан бөтеннің бәрі де қателеседі деген, бір Алладан бөтеннің деген. Қателеспейтін адам жоқ, бірақ несі қабыл болса болды. Ал енді сосын бір қатар жігіттер Құран оқып қазір жақсы, бейімделіп келатыр. Мынау 9-да да, осы арада да. Міне осыған іштей біз қуаныштымыз, қолымыздан келетін ештеңе жоқ. Ал осыған тек қана Құран оқып, жаңағы дінде үйреніп, ал бір-екі батан үйреніп, ана ақшаға қызықпау керек. Ақшаға қызықпау керек. Ол әділдікке қызығу керек. Ол тәрбиеге қызығу керек. Мына балдарды енді біздер екі класстан қатып кеттік. Мына жаңа өсіп келетін балдар, міне осыны жаңа ұсыныс айтты. Осы мешітке оқыту керек деп. Ал енді мешітке оқытпағанмен жоғарыға да ұсыныс болып жатыр, бірақ біздің қолымыздан келетін ештеңе жоқ. Қай ұсыныс тыңдап жатыр. Мешітте, мына мектепте бір сабақ осы дін жөнінде болу керек деген бір ұсыныстар келіп жатыр. Ал осындай ойлар бар. Ал енді мына қалған қалайып, ол мешіттен баладан жастан жаңа оқып жүрмесе, біз бәрін келістіре алмаймыз. Біз қалып кеткен томармыз, ол еуге келмейді. Дүние үшін айтармыз, қоярмыз. Сосын мына дін жолына түскен жолдастар. Дүние үшін айтармыз, қоярмыз. Сосын мына дін жолына түскен жолдастар. Сіздер Құранда айтылған, ол көп оқымағанменен біздің естігеніміз көп. Ал енді осында Жарымбет Ишан деген болды. Ашубай деген оның жаңағы оқымысты баласы болды. Сосын мына жерде Тұғыр Нәби Ишан деген болды. Ал олар күшті адамдар. Солардың айтқаны менің мына құлағымда көрі қалды. Қалған себебі мені әкем жасырып құдайшыл адам еді. Сол уақытта сұхы болып қол тапсырған сол Нәбиге жасырып жүр. Ал енді сол Нәби деген жаңағы Ашубай деген біздің үйлерде көп болады. Сонда түніменен әңгімен соғып отырады деген шариғаттан, 4 шайжардың өмірбаяны, Мұхаммедтің өмірбаянынан. Біз 12-13-тегі баламыз ана ерте құсап тыңдаймыз да, соны ұстап қаламыз, тұрсақ тағы жаңағы соғып отырады шариғат түнде. Ал кейде шынап отқанын көрем ентілдеп.
Ол бұл неге жинап отырсын деймін жаңа сұрайын. Ойбайжайларды сұрастырсам, Мұхаммед пайғамбарды аралатып жүргенде жаңағы нере үшін әкесі мен шешесі сол араб тілінде де жоқ, жоғарыда жоқ, ортадан орын алғанда айтылған ыңғайсыз жақта отыр екен дейді. Солар Мұхаммед пайғамбардың көзінен жас шығып кетіпті дейді. Мұхаммед пайғамбарға сосын Құдай тағаладан хабар келіпті. Әке шешеңді тілейсің бе, әлде мына үмбетіңді тілейсің бе деп. Мұхаммед пайғамбар үмбетімді тілеймін деген екен сонда. Ал сол Мұхаммедті біз не көрсетсе жаңа бастық бізді әкеміз жинап отыр. Вот қара, күйеулерің таза берілгендігін қара. Ал сондықтан мына діни оқыған жігіттер, исламды уағыздаушылар, сендер дүние үшін жұмыс істемеңдер. Күйеуі адал болыңдар, адал жұмыс істеңдер. Ал енді мына төрт ишанның тұқымдарына, әруақтарына бәріне де алғыс рахмет айтамын. Осы орнатқан жігіттердің бәрі де бар. Оның бәрін атай беруге кеуілінде тұр, бірақ миялдың келгетті уақыт ойты. Ал қош тау болыңдар. Құрметті қалайық, мынау жаңа регламентті қарап бара жатырмыз. Дегенмен енді мына азайтып 2 минут, 3 минут. Одан артық сөйлеушілер көпсіздер.